Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз бүгін Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында қонаққа келіп отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Зажанов Берік Доқтарханұлы, маркетинг және сату бөлімінің менеджері болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Берік Доқтарханұлы, өзіңіздің бөліміңіздің жұмысы туралы, осы институттың істеп жатқан жұмысы туралы, ғалымдардың еңбегі туралы, сол туралы кішкене біздің көрермендермен бөлісіп кетсеңіз. Тағы бір рет саламатсыздар ма? Біз Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында бізде 3 докторлық бар, кандидаттан 10 кандидатымыз бар, 5 PhD докторымыз бар, 33-тен астам магистранттарымыз бар, және де қызметкерлеріміз көп бізде. Бізде маркетинг және сату бөлім менеджері, мысалы біз осы ғалымдардың еңбектерін отандық сатумен айналысамыз, маркетинг жарнамалаумен және сатумен айналысамыз. Мысалға, осында ғалымдарымыз бізде сорттардың, өнімдерді ойлап табады, соларды біз сатумен айналысамыз. Және де айтып отқан болсам, бізде 3 үлкен отделіміз бар. 3 отделден тұрады. Ол әрбір отделда 5-6 лабораториялар бар. Оның бірінші бөлімде бірінші үлкен бөлімде отделда айтатын болсақ, жеміс, жидек, жүзім және жаңғақ дақылдары бөлімі бар. Екіншіміз картоп және көкөніс бақша дақылдары бөліміміз бар. Үшінші биоқауіпсіздік және биобақылау бөлімдеріміз бар. Оны әрбір бөлімге келсек, үлкен тоқталып кетуге болады. Және де жаңағыда бірінші жеміс, жидек және жүзім және жаңғақ дақылдарында лаборатория зертхана, селекция және сұрыптау лабораториямыз бар. Ол жерде жүзіммен, жидек дақылдармен айналысамыз. Және де бізде айтып өтетін болсақ, 3 филиалымыз бар. Мысалға, біреуін алсақ, Талғар қаласында, ол жерде Талғар қаласында, бізде ол жерде алмалармен, өріктермен, сондайлармен өсіреміз, сатамыз, және де көшеттер. Ол жерде питомник бар ғой? Питомнигіміз бар, Талғарда. Және де екінші қайнарды алатын болсақ, осы қайнарда өзімізде, ол жерде қайнарда основной бізде негізінде көкөніс бақша дақылдары болады. Ол жерде картопты алсақ болды, ол жақта. Және де пиязды, асыл, тұқымды, морков. Оның барлығы өзіміздің ғалымдардың еңбектері өздерінің. Ешқандай шетелдік емес, өзіміздік. Ешқандай емес, өзіміздің ғалымдардың, мысалы, сорт бабайыпты алсақ, сорт жуалын алсақ болады, сорт үшқоңырды алсақ болады. Бұның бәрі, мысалы, аймақты филиал өзіміздің қайнардікі. Бұл тұқымдары алам деген шаруаларға бұл тұқымның жеткілікті ме? Соларға тұқым жеткілікті. Келіп алса, сатып алса болады? Сатып алуға болады бізден, институттан келіп. Оны сатып алу үшін тікелей сіздің бөлімге келіп, біздің бөлімге келісімшартқа отыруымыз қажет. Біз және де бізде осы тұқымды ала қоймай, мысалы бізде ең алғаш топырағына анализ жасаймыз, бақылау жасаймыз. Мысалға, жаңадан бастап жатқан агрофермерлер болса, ең алғаш бізге келеді. Бізге келген кезде біз не егу керектен бұрын бірінші топырағынан анализ аламыз. Топырағынан анализ алып, топырағынан анализіне қарап, біз не егу керегін айтамыз. Соған қарап, бағыт береміз, бағдарлы береміз. Бізде ғалымдарымыз бірге көмектеседі. Ғалымдарымыз бірге бірлесіп. Және де ғалымдарымыз сатпрайық бақ құру жоспарларын жасап береді. Келісімшарт негізінде оның бәрі. Ол жоспардың ішіне не кіреді сонда? Не жасалады оның ішіне? Сол қандай сорт алу керек? Ең алғаш, мысалы, сіз жаңадан фермер болатын болсаңыз, сіз енді ауыл шаруашылығын білмейтін болсаңыз, сіз бізге ең алғаш келесіз. Келген кезде, мысалы, сіздің жеріңіз қай жерде, қандай аумақта орналасқанын, соның бәрін біз сұраймыз. Екіншіден, сіздің жеріңізден анализ аламыз. Топырақтарыңыздан анализ жасап, сіздің топырағыңыз қоңыр ма, қара ма, қышқыл ма, соған қарап, сізге қандай өнім егу керегін біз айтамыз.
қызықты нәрселер екен. Негізі былайша айта кеткенде сіз қазір өте қызық нәрселер айтып отырсыздар. Мен де бұрын соны білмегенмін оны. Мына біздің 90% фермерларымыз, может одан да көп шығар, даже 99% деп айтса да болады. Сіздің бөліміңіз бар екенін бұл институтта білмейді. Соның салдарынан шығар, олар келсе іздейтіндері сол лабораторияларды іздейді, ғалымдарды іздейді, бірақ сіздің отделіңізді білмейді екен. Сол енді өте жақсы. Құрметті шаруалар, құрметті фермерлар, енді бастайын осы көкөніс өсірем деген, жеміс өсірем деген тағы да басқа шаруалар болатын болса, осы маркетинг бөліміне, осы менеджерларына, Берік, Бақтияр деген менеджерлар бар, соларға сіздер қатынасып, солармен тікелей байланысып жұмыс істесеңіздер болады. Телефондарын біз төмен жақта көрсетеміз, сілтемеде де көрсетеміз, комментарийға да жазамыз. Сол телефондармен хабарласып, осы кісілермен келісім шартқа отыруларыңызға мен ұсынамын. Негізі айта кететін жағдай, жеміс болсын, көкөніс болсын, мал шаруашылығы болсын, осы ғалымдармен ақылдаса отырып, ғалымдармен бірге жұмыс істесіп, сол өздеріңіздің шаруаларыңызды осы дұрыс бағытқа қою үшін осы ғалымдармен қазір тікелей жұмыс істеу керек. Неге десеңіздер, бүгінгі күні күнге бір жаңа бір табылып жатқан бір жобалар бар, қызықты бір технологиялар бар, шетелден алып жатқан да технологиялар бар. Бірақ соның ішінде, сол үлкен ақпараттың ішінде, соның үлкен судың тасқыны сияқты келе жатқан ақпаратты батып кетпес үшін ғалымдармен тікелей жұмыс істеген дұрыс болады деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Енді біз ойлаймыз, Берік, біз сізбен тікелей жұмыс істейміз тағы да. Келесі біздің бағдарламамызда Берік мырза тағы да осы сорттар туралы, тағы да лабораториялар көрсетіп, солардың жұмыстары туралы айта кетеді. Үш бөліміміздің, жаңағы өзім айтқан үш үлкен бөліміміз бар. Үш бөліміміздің әрқайсысында 5-6-дан лабораторияларымыз бар. Сол лабораторияларды көрсетіп арқылы жаңағыдай өзіміз айтқан топырақ анализі танысып отырып, топырақ анализдерін алдық. Лабораторияларымыз бар, сұрыптау бар, егетін тұқым қайнарға барсақ тұқым өңдеудің несі бар, сол жерден көрсетеміз. Тағы да негізі обрезкаларымыз бар, кесу бар. Сіз айта кететін жағдай, сіздерде негізі оқу сабақтары өткізіле ме? Осы мына шаруалар келіп, сіздермен семинарларыңызға қатысса, кішкене сол білімдерін көтерсе, сол өтіп жатқан семинарларға естіп жатырмыз, мастер-класс өтеді екен, семинар өтеді. Соған қалай қатысса болады негізі? Не істеу керек ол үшін? Біз жоспарлаған алдымызда жоспарлаған өзіміздің 60-тан астам семинарларымыз бар. Сол семинарларда бекітілгеннен кейін сізге жемесе осы видеолардың астына қалдырамыз. Өзіміз фермерлармен хабарласамыз, қалдырамыз. Өте жақсы. Онда біздің енді ұсынатынымыз сол семинарларға қатысыңыздар, мастер-класстарына қатысыңыздар, құрметті шаруалар. Ол семинарларда білім аласыздар, кішкене тәжірибе аласыздар. Осы біздің институттың ғалымдармен танысасыздар. Сіздерге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Пікіріңізбен бөлісіп, бізбен сұхбаттасқаныңызға. Жақсы.